Кодекс аттап жатсың. Кодекс аттап жатсың. Сол кодексті неге әдегенде ақтармадыңдар деймін да? Бұған дейін армян бәрімізге белгілі ғой. Қаншама уақыт берді оларға жүруге, тіркелмей жүрді армян нөмірмен. Ол даже мына Грузия сияқты ол жақтан учеттан шығарылған емес, тазартылған емес, кедендік тазартылудан өткізілген емес. Ол машиналар бірақ қаншама уақыт жүр. Bir жыл ма, 2 жыл ма әлі де жүргендер бар солардың ше. Выпуском временно ввезенных в Республику Казахстан на срок более 1 года деп тұр ғой. Бұл шет елдің азаматы өзінің машинасымен Қазақстанға келген жағдайда. Жоқ болса, неге мысалға армяндарда жүрді, неде жүрді, мынау Қазақта жолдың платный дорогасы да, Арқан ба, Сергек ба, бәріне түсіп отыр. Грузинскілер түседі ғой, иә? Түседі ғой. Платный дорога. Қандай қолайсыздық тудырады деген ғой, қазір егерде берген жағдайда қандай қаупі бар. Неден жаңағыдай бізден келеміз. Жазадан ба, әкімшілік шаралардан қашып кете ма деген сияқты. Қандай қауіпсіздік туады егерде бір жылға дейін соған қолданысқа беретін болса. Қайырлы күн, Қызылорда облысының тұрғындары, жүргізушілер. Сіздердің араларыңызда осындай түсінбеушілік жағдай болып жатқаннан кейін біздің Қызылорда облыстық полиция департаменті әкімшілік полиция басқарма бастығының орынбасары подполковник Құлмағамбетов Айбек Қалдыбекұлы, сіздер өздеріңізде туындап жатқан мәселелер бойынша сіздердің сұрақтарыңызға жауап беру үшін осы департамент тарапынан, сонымен қатар кедендік департамент тарапынан жауапты қызметкерлер келіп отыр. Өздеріңіздің түсінбей жүрген сұрақтарыңыз болса, қоя беруіңізге болады. Мен өзім негізі жігіттердің инициативный группаның ұсынысымен маған сөйле деген өздерінің нелерін сұрақтарын қойдым. Барлықтарыңыздың қоятын сұрақтарыңыз бір ауыздан шықса, біз де келісеміз. Қазіргі мәселе мынау нелерді именно арналған рейд ба? Сол рейд именно Грузиядан келген машиналарға арналған ба, әлде бүкіл жаңағы Қазақстанның нөміріне тіркелмеген машиналардың бәріне арналған ба? Егерде жаңағы кешегі легализациядан кейін әлі неғылмаған оформитель тіркеліп үлгермеген, бірақ сонда армян орыс учеттар соларға арналған болып, бірақ Грузия ортасына просто сол жер подгребек кетіп қалған болса, сол бірінші сұрақ. Сұрағыңызға рахмет. Қазір республика көлемінде ішкі министрінің бұйрығына сәйкес құқық тәртібі жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Осы қараша айының 20 мен 30 аралығында. Бұған өздеріңіз айтып отқандардай, біз именно сіздердің Грузия автокөліктерге ол точечный жұмыс жасалып жатқан ондай не жоқ, талап жоқ. Бізде күнделікті қызмет атқару барысында осы желіде, мысалға сіздер өзіңіз айтып отқандай Қазақстан Республикасына сырттан шетелден алып келінген көлік құралдары белгіленген тәртіппен тіркелмеген немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік белгілері жоқ автокөлік құралдары мысалға жол қозғалысының ережесін бұзған жағдайда осы тоқтатылып Қазақстанда жұмыс жасалуда. Енді өздеріңіздің осы араларыңызда сұрақтар болып отыр ғой, неге бүгін басталып жұмыс істеп жатыр, неге кеше басталып жұмыс істемеді дегендей. Ондай қауесеттен аулақ болыңыздар. Қазіргі таңда менде бізде статистика жүргізіледі ғой, талдау көрсеткендей жыл басынан бері осы 590 баптың 2-ші бөлігіне сәйкес осы белгіленген тәртіппен көлік құралдарын тіркемеген 215 автокөлік қамалған. Аталған автокөліктерге мысалға Қазақстан Республикасының кодексінің 590 бабының 2-ші бөлігіне байланысты әкімшілік шара көріліп, ол айып алаңына қойылған. Бұған дейін армян бәрімізге белгілі ғой. Қаншама уақыт берді оларға жүруге, тіркелмей жүрді армян нөмірмен. Ол даже Грузия сияқты ол жақтан учеттан шығарылған емес, тазартылған емес, кедендік тазартылудан өткізілген емес. Ол машиналар қаншама уақыт жүр, 1 жыл ма, 2 жыл ма әлі де жүргендер бар солардың ше. Бірақ қазір мысалға кірген кедендік пошлинасын төлеген, налогын бәрі төлеп қойған, енді утилизатормен перевозчикасы бар машиналарға бір несі жоқ па? Аналардан айырмашылығы жоқ па сонда? Кедендік менің бөлімнің несі бар ма? Ана артыңызда. Басқарма бастығы. Баға кішкене толтырып жіберсек, ол мысалы ол бір жаңағы бардық, мынау Қазақстанның ішіндегі машиналар сияқты барып 15 мыңға переоформление жасайтын емес, ол жерде оның утилизаторы бар, қанша сумма, ол жерде оның первичный регистрациясы бар. Ол үлкен сумма, бұл жерде халықтың көбісі қалтасынан көтермейді. Бізге кірген кезде айтылған нәрсе бір жылдың ішінде
аттарыңа аударбасаң да болды деп айтылған. Оны жүрген сайын жаңағы 590-ның X-мен сендерді апарып қамай береді деген сөз туралы ондай болған жоқ та. Қайта деп толықтырып жіберейін соны. Мысалға жаңағылардың 200 мың теңгемен бәрі тіркелді армияның жүкші. Просто бұл жерде өзіміздің сөзбен түсіндіре берейік бірден. 200 мың теңгемен не қылды, ал мына кісілер машинадағы бәрі ешқайсысы тегін алып келген жоқ. Хотя аналардікі жаңағы еще арзандау болды бағалар, армияның бағалары. Олар келеді енді миллион теңге орташа. Бірақ одан төмені бар, қымбаты бар, таможня көшімен төлеген. Ол да қаншама кіріс қой енді пайда болды мемлекетімізге. Оны еще ертең тіркеуге дейінгі жаңағы өтел сбормен первичкасы бар, 2,5 миллион, киімі 2,5 миллион теңге төлеу керек. Иә, енді соған бұлар мерзімнің ішінде тіркеуге қойыңдар деген. Сол есеппен көбісі жаңағы есеп ақша түсетін есебін соған дейін табамыз деген несемен солай алған көбісі сатып алған. Енді қазір келіп осындай жаңағы келесізге душар болып жатыр. Сол жөнінде сіз айтып жүре аласыз ба? Бір жылға деген қайдан шыққан бұл? Жоқ, мен сізге ғана айттым ғой енді. Сөйтіп келді да, договор тіреп, бұл ояқтан Грузиядан жолдан қайған мәселе шықпайтын білді да, енді осы кезде білді да, қап еді. Дұрыс, сіздің сұрағыңыз. Жоқ, енді бізде Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасында жоқ, жамырамайды да жігіттер, жамырамайды. Уақытымызды алмайық. Жаңа айтып өттім ғой, баста келіскенде енді кодекс ақтарбатсың. Сол кодексті неге әдегенде ақтармадыңдар деймін да? Коршев, Жирин, смотрите, для личного пользования на срок более 1 года, еще более 1 года же не прошло. На выпуском временно ввезенных Республика Казахстан на срок более 1 года деп тұр ғой. Бұл шет елдің азаматы өзінің машинасымен Қазақстанға келген жағдайда. Енді ол бөлек әңгіме, камераны, телефонды сыртқа шығарып тастап, сол кезде айтасыз. Написын қойып отырған сұрағын. Коллективно жазыңыздар өтініштеріңізді. Жинақтап, біз Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінде жолдаймыз, құзырлы органдарға жолдаймыз. Осылай болатын білгенде өз машина әкеметінен. Өз өзім же рисковать етпесем. Мен жаңасынан Чиментіге жаңа таңертең жиналыс болғаннан кейін таңертең бері қарай шықтым. Өзім еменді жолдың жиегіне гаишникке барып сурет видеоға түсіріп жасам, не себеп түсіріп аласыз дейді, бізде Қызылордадан келдім, бізде осындай шара болады десем, көшіріп тасташы, мен айтайын дейді, мен сізді тоқтатып тұрған жоқпын дейді. Көшіріп тастадым, айтады, бізде ондай шара ештеңе жоқ. 1 жылға дейін жүрмейді деген бізде не бар, пока ешқайсысын тоқтатып жатқан жоқ. Таппаған емес, ремень тапқан. Ешқандай жаңағы поворотник жақшыға, ешқандай қызылға ештеңе өтпеген. Спокойно келатқаннан тоқтатып алып жаңағыдай істеп. Менде даже видеофиксация бар. Қауіпсіз жол деген іс-шара деді да, просто тоқтатты өтіп баратқан жерінен. Не үшін тоқтаттың деп, қауіпсіз жол деді. Сосын енді постановление әкелді, постановление көрсетті. Сосын алды просто 590-ның жазып берді, осылай. Кедендік ақы төлеген жоқ, Россельчуктар, армяндар өткен кедендік одақта болды деп ше. Ладно, бірақ одан кейін өтел сбормен не бар ғой жаңағы первичка. Олар төлеу керек тұғын негізі келетін болса ше. Жеңілдік болды. Жеңілдік болды да. Мынау енді Грузия деген мысалы жеңілдігі жоқ ешқандай, бәрін төлеп жатыр. Армянменен жаңағы Россельчукқа қаншама уақыт берілді ғой. Олар қолданыста жүрді ше, тіркелмей де жүрді, қаншама қылып жүрді. Бізге не істеу керек қазір мысалға қолданыста жаңағы 1 жылға дейін жүру үшін. Өйткені 2,5 миллион теңге деген бірден шығарып беретін ақша емес. Мынау бүгін Айбек мырза айтайын сіздерге. Мен бүгін Ганге келдім. Налогқа бару керек деді. Өтелді төлеу үшін. Налогқа барсам, өтелді төлеуге налогқа барсам, налог бізге дым қатысы жоқ дейді. Біз білмейміз дейді, қайда төлейтінін. Қазпочтаға барып көрші дейді. Қазпочтаға барсам, Қазпочта бізге өтелдің вообще қатысы жоқ. Біз білмейміз дейді. Таможняға бар дейді. Таможняға барсам, таможня айтады, сен бізге таможняны төледің, өтелді қайда төлейтінін білмейміз дейді. Сонымен жұрт арқылы естиміз ғой, жаңа жасыл даму деген арқылы. Жасыл даму дегенге телефон колл-центріне шықсам, бізде данный момент программа жұмыс істемейді дейді. Оны сіз сосын төлейсіз, дұрыс төлемесеңіз ақшаға ауаға кетеді, бірақ ол ақшаға біз жауап бермейміз дейді. Бірінші жағдай болып жатыр да, ол просто жаңа сіздерге айтып берейін. Енді ол, например, Құдай сақтасын, бары бар, жоғы жоқ қой енді. Төлей алатын өтелді төлейді. Одан кейін соңға барды, аптада соңға барсам, бізге өтелді төлемейсің, бізге первичный төлейсің дейді. Первичный қанша десем, 1,725,000 теңге екен. Ол өтелі жоқ оның ішінде. Өтелді сол жерде біреулер енді осылай есептеп бермек, менікі 2013 жыл болғаннан кейін 610 мыңда сондай теңге болды.
ана 2.700.000 бар, жаңағы 603.000 бар, 3 миллион болды ма, 2.300.000 болды ма, сосын жаңағы нөмірге төлейтін 14.000 теңге бар екен. 2.375.000 ба шықты вообще, сол жерден есептеген кезде. Енді бұл жерде просто жаңағы айтып жатыр, мына кісі 5 балам бар дейді, ана кісі 4 балам бар дейді, енді ешқайсының қалтасы 2.400.000 бірден төлеп тастауға жағдай келмейді да. Енді өзімнің басымда да жағдай сондай жағдай, өйткені біз мына машинаны алу үшін бірінші очередь кредит алдық. Шындығы керек, ешқайсысы былайынан наличныйға санап берген жоқ, бәрі кредит алып, осы жерде 90% кредит бар. Просто данный момент бұл жерде төлей алмаймыз да. Енді бұл жерде балдардың айтпақ оқиға ойы, сіздер айтып жатсыздар коллективный арыз жазыңыздар деп. Енді бұл арыз жазылады. Любой арыз 10 жұмыс күн ішінде қаралады, білесіздер ғой. Енді 10 жұмыс күннің ішінде қаралам деген ше, бұл кісілер енді үйінде жатпайды ғой. Кредит төлеу керек. Күнделікті тамағы бар, бала шағасын сабаққа апару керек, бала шағасын сабақтан келу керек. Соның бәріне бір уақытша бізде сіздерден көмек болса, өйткені біз апа жаңағы мүсін тұсатын машина қойып қоя алмаймыз, бала шағамызды жаяу апара алмаймыз. Таксимен барайын десең, ол ақша, таксовать етейін десең, өйткені сен таксиге шыққан жоқсың, қалтаңда ақша жоқ. Айлық деген айдың басында береді, например. Оған қарап отыра алмаймыз ғой. Бізден енді сіздерден біз сіздерге жаңағы ойбай біздікін армияныкіндей, российский машинаныкіндей 200.000-ға, 14.000-ға переоформление жасап бер деп жатқан жоқ. Осы жердегі бәрі остановочкасын төлеп қойған жігіттер өтелін төлесін, бір 2 айдың ішінде, 3 айдың ішінде шамалы, содан кейін барып шамалы уақыттан кейін первичкасын төлесін. Енді бізді сіздерден көмек сұрап жатқанымыз мынау халық қой енді. Халық просто сіздерден шамалы көмек сұрап тұр, уақыт қой енді, бұл жерде уақыт сұрап тұрды да енді. Шамалы таксовать ететіндеріміз бар, бала шағаны таситындарымыз бар. Сол арыздар қаралғанша сол бір арыздың бір ответі болады ғой, мынау жоқ, конкретно бітті болмайды, қамалады машиналарды бұдан кейін айдауға келмейді дейтін жағдай болса, соны сіздерден бір көмек болмаса осы жинап отқан осы жерге жаңағы қолымыздан келетін жаңағы облыс әкіміне барайық, жаңағы болмаса департамент бастығына барайық, болмаса еліміздің президенті Тоқаевқа письмо жазайық, енді сондай жағдайға ғана бара алайын деп тұр. Бұл жерде действительно газдың картасында ешқайсында 2.300.000 теңге. Это минимальная сумма, просто кейбіреулерде 5 миллион. Thank you.